Фильм деп мына киноны айтуға болады. Жақында ғана осы киноны көрдім. 2022 жылы шыққан «Зверь» атты киносы. Бұл фильм осы жылдың хиті десем болады. Бүгін жалпы осы киноға қысқаша шолу жасап өтейік, ал ендеше кеттік. Кино басында бір топ аң аулаушылар түнгі жұмыстарына шығады. Браконьерлер дейді ғой. Олар аң патшасы арыстанды іздеп жатыр. Бірақ бұл арыстан басқаларына қарағанда есер және адамдарды аямай талап жейді екен. Осы аймақтың халқы бұл арыстанды шайтан дейді. Арыстан түнделетіп әлгі аң аулаушылардың бір-екі адамдарын алып кетеді. Арада уақыт өтіп, бір отбасы оңтүстік Африкаға келе жатады. Басты кейіпкеріміздің есімі Нейт, ал қыздардың есімі үлкені Мэр және Нора. Олар ұшақтан түскен соң, оларды Мартин деген отбасылық достары күтіп алады. Нейттің әйелі рақтан қайтыс болған еді. Мартин оларды өзінің үйіне әкеледі. Екінші күні Мартин бұл отбасын осы саваннада қыдыртады. Жолда неше түрлі африкалық жануарларды көреді. Сол кезде бір үйір арыстандарға барады. Ол жерде Банджа деген Мартиннің досы бар. Жалпы Мартин мен Банджа жануарларды қорғаумен айналысады екен. Барлығы көліктен түсіп арыстандарға тамсанып қарайды. Мартин осы арыстандарды кезінде өзі асыраған еді. Сол себепті қорықпай қасына барады. Ал арыстандар оған еркелейді. Бірақ негізгі ең қорқынышты арыстан бұлардың тобында емес. Ол өзі жалғыз жүреді. Арыстандардың арасында жаралы біреу бар еді. Банджа ветеринар дәрігерін алып кетем деп кетіп қалады. Ал қалғандары әр қарай сапарларын жалғастырады. Біраз жүріп Цонга деп аталатын тайпа тұратын ауылға барады. Ауылдың ішіне кірсе ешбір тірі жан жоқ. Алғашқыда Нейттің қыздары суретке түсіріп мәз болып жүреді. Кейін Мартин өлік денелерді тауып бұл ауылға шабуыл жасағанын айтады. Әрбір адамның болсын, жануарлардың болсын, олардың денелерінде тырнақтардың ізі болады. Бірақ Мартин сенбейді. Арыстандар осылайша жабайы етіп өлтіруге тиіс емес дейді. Бір кезде Нейттің Нора деген қызы жоғалып кетеді. Нейт пен үлкен қызы Мэр екеуі іздейді. Нораның айғайлаған дауысы естіледі. Әкесі естіп тауып алады. Сөйтсе маңайда сұмдық көрініс екен. Барлығы көлікке отырып бірден осы ауылдан қашады. Жолда кенеттен бір жаралы адам кездеседі. Цонга тайпасының адамы. Мартин ол кісіден не болғаны сұрағанда, әлгі адам тек қана дьявол деп қайталай береді. Мартин мылтығын алып әр қарай кетіп қалады. Ал Нейт болса өзі мамандық бойынша дәрігер етін, сол себепті алғашқы көмекті көрсетеді. Мартин ағаштардың арасын аралап, одан кейін көлдің ішіне кіргенде артынан кенеттен арыстан атылады. Оның мылтығының дыбысы бері естіліп, Нейт сол жаққа баратын болып шешеді. Бір кезде дәу арыстан жүгіріп келе жатады. Нейт қыздарына көлікке мініңдер деп айғайлап, өзі де кіріп үлгереді. Көліктің сол жақ әйнегі ашық еді. Сол себептен Нейтке әлгі арыстанның тырнағы тиеді. Мэр үлкен қызы сасқалақтап көлікті жүргізіп тек алға жүре береді. Нәтижесінде көліктері бір жардың басына келіп тоқтап қалады. Әкесі Нейт қыздарын қарап бәрі жақсы болады деп тыныштандыруда. Бірақ қыздары қатты шошып жылай бастайды. Бір кезде рация арқылы Мартин байланысқа шығады. Содан Мартинға аяқ астынан әлгі жынды арыстан атылғанда Мартиннің аяғы жырылып кеткен екен. Мартин өзінің көп қан жоғалтқанын айтады. Нейт болса Мартинге өздерінің жағдайларын айтады. Мартин оларға көліктен шықпаңдар деп ескертеді. Нейт дәрігер ғой. Сол себепті Мартинге не істеу керек екенін айтады. Қанды тоқтату үшін пышағыңды отпен күйдіріп жараға бас дейді. Сол кезде әлгі арыстан Мартинге қарап тұрады екен. Мартин үндеместен отырады. Бұны естіген көліктегілер Мартинге көмектесу үшін көліктен мылтық іздейді. Солай уақытша ұйықтататын оқ пен мылтық табады. Бір кезде Мартин байланысқа шығып, арыстан мені тастап кетті деп айтады. Нейт не болса да көліктің үстіне мініп, мылтықтың дүрбіс арқылы Мартинді іздей бастайды. Мартин маңайын қарап, маңайында адамдар құрастырған күзетхананың бар екенін айтады. Сонда Мэр байқап қалып, көліктен сыртқа шығып көмектесем дейді. Әкесі жоқ, барма деп жатқанда әр жағынан жардың үстінен әлгі арыстан келеді. Нейт ештеңе істеп үлгермейді. Арыстан бірден Нейтке шабуыл жасайды. Бірақ Нейт үйтіп-бүйтіп көліктің астына тығылып барынша қорғанады.
Сол кезде Нора атты кішкентай қызы қолына дротик алып арыстанның арт жағына тығып жібереді. Арыстан үндеместен кетіп қалады. Ал мэр Мартинге көмектесіп бері келе жатады. Мартинді көлікке жатқызып, Нейт оны емдейді. Жараланған жері өте терең екен, тіпті сүйегіне дейін тырнап алған еді. Нейт жарасын барынша тігеді. Бір кезде әлгі арыстан қайтадан қарап тұрады. Оған Нейт бағанағы дротик оқ оны уақытша ұйықтатпай ма деп таңғалады. Бірақ бұл арыстанға ештеңе әсер етпейтін сияқты. Арыстан қарап кетіп қалады. Бұл жерде басқа жаққа шығуға байланыс жоқ екен. Тек осы мағай ғана бір-бірімен сөйлесе алады. Енді мэр рация арқылы тырысады. Амалсыздан осы көлікте қонуға тура келеді. Біраздан соң Мартин де оянады. Содан Мартин бұл жануарлардың барлығын біледі. Бірақ мынандай арыстанды бірінші рет көрдім дейді. Кейін бір ұйықтап тұрған соң көліктің артынан жарық көрінеді. Сөйтсе көлік келген екен. Олар бағанағы басындағы аң аулаушылар, браконьерлер. Нейт әлгілерді көріп үміт оты жанып, қуанып көмек сұрайды. Бізге алып арыстан шабуыл жасады дейді. Әлгілер болса, біз ол арыстанды іздеп жүрміз дейді. Көліктен Мартинді байқап қалып, қаруларын алып шығып қарсы шығады. Олар браконьерлер Мартинді ұнатпайды. Әлгілер Нейттің қыздарын алып кетпекші еді. Бір кезде ана арыстан жетіп келіп, мыналарға шабуыл жасайды. Арыстан әрі қарай кетеді, ал браконьерлер артынан кетеді. Сонда Нейт бұлардың көлігін алып кетеміз деп үміттенеді. Бірақ көліктің кілті сол адамдармен бірге екен. Нейт енді жалғыз мүмкіндік осы деп әлгі жігіттердің артынан кетеді. Өзімен бірге рация. Дәл арыстанның қасында жақындағанда қыздары байланысқа шығады. Нейт үнін өшіруге тырысады. Сосын ағаштың үстіне мініп алады. Кейін кілті бар адамды іздеймін деп әрі қарай сумен кетіп бара жатады. Арыстан дыбысты естіп сол жаққа келеді. Сонда қыздары көліктің дыбыс бергішін басады. Арыстан соны естіп сол жаққа қарай аттанады. Ал Нейт әлгі жігіттердің арасынан кілтті тауып алады. Барлығы арыстанның тамағы болған екен. Солардың қаруын алып қайтадан қыздарына барады. Ал ана арыстан әлгі қыздары отырған көлікке келіп қалған еді. Арыстан әрі қарай кетіп бар күшімен жүгіріп әйнегін сындырады. Сол кезде үлкен қызы мэр жарақат алады. Көліктің аударылайын деп жатқанын сезген Мартин қыздарға көліктен түсіңдер деп өзі әрі қарай арыстанмен бірге жардан құлап кетеді. Арыстан есін жиып көлікке қарай барады. Ол жерде бензиннің ағып жатқанын пайдаланып, Мартин от тұтатып барлығын жарып жібереді. Нейт жарылысты естіп жүгіріп келеді. Алдынан Нора қарсы алады. Ал үлкен қызы жаралы түрде көлікте отыр екен. Нейт жанып жатқан көлікті көріп, Мартиннің өліп қалғанына жүрегі жылайды. Содан жаңа көліктермен есінде қалған жолдар бойынша жүре береді. Бір кезде маңайдан бағанағы Мартиннің қолда үйретілген арыстандарын көреді. Осы жерден өттік қой деп қуанады. Нейт үлкен қызының жағдайын қарап бір жерге тоқтайды да қызына көмектесу керек деп шешеді. Оған үлкен қызы болса, мен шыдаймын, тоқтамай жүре берейікші дейді. Нейт қыздармен браконьерлердің жануар ұстайтын үйлеріне кіреді. Сол жерден жараны тоқтататын заттарды тауып алып қызына алғашқы көмек береді. Әрі қарай Нейт су іздеп көремін деп сыртқа шығып кетеді. Сол кезде әлгі арыстан келеді. Шынымен де дьявол екен, өлмепті. Алғаш боп үлкен қызы байқап қалады. Содан қыздары бір жерге тығылып қалады. Бірақ арыстан тауып алады. Қыздарының айғайлаған дауысын естіп, Нейт жетіп келеді. Бірден арыстанды көріп, мылтығымен ата бастайды. Бірақ арыстан әрі қарай қашып кетеді. Сосын Нейт қыздарына барып, оларды басқа жаққа апарады. Ол жерде Нейт қыздарына, мен қазір сыртқа шығамын, ал сендер ешқайда шықпаңдар деп шығып кетеді. Содан Нейт сыртқа шығып, арыстанның келіп қалған байқайды. Ол әлгі арыстанды өзіне қарай шақырады. Үй жақтан сыртқа шығып, әлгі Мартиннің арыстандары тұрған жаққа барады. Сол жерде енді бар ғой, сұмдық болады ғой. Нейт барынша пышақпен арыстанға қарсы шығады. Қолынан келгенін жасайды. Бірақ адам ол адам, арыстан ол арыстан. Нейт шамалы қалған еді. Әлгі арыстанның тамағы болатын еді. Сол кезде Мартиннің арыстандары әлгі арыстанға жабылып Нейтке көмектеседі. Табиғат заңы. Ол арыстандар өздерінің шекарасын басқа арыстаннан қорғап жатқаны. Масқара, қалай түсірген мынандай киноны?
Кейін Банджа өз адамдармен келеді. Нейт көзін ашса, емханада жатыр екен, ал қыздары әкесінің аман қалғанына қуанып отырады. Сосын үшеуі кезінде Нейттің әйелі жақсы көретін жерге келіп суретке түседі. Солай осы кино аяқталады.